Сәлем баршаңызға. Бүгін біз айраннан құймақ жасаймыз. Жұмыртқамызға шекеріміз бен тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен айранымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Менде қолдың қою айраны. Үстінен ұнымызды салып, бір келкі қоймалжың масса болғанша жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамыздың үстінен бір стакан қайнап тұрған суды бөліп құйып араластырып отырамыз. Бізде сұйық масса пайда болды. Соның үстінен сода қосып жақсылап араластырамыз. Реакция жүре бастайды, кішкене көпіршіктер пайда болды. Үстінен сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Массамыз дайын, құймақтарымызды пісіре берсек болады. Құймақ пісіретін тапамызды майлап, жақсылап қыздырып, сосын барып құямыз. Сұйық массамызды аз-аздан құямыз, тез айналдырамыз. Сұйық массамыз көбірек құйылып кетсе, қалың болып піседі. Құймағымызды келесі бетіне аударып, жақсылап қызартып пісіріп аламыз. Піскен құймақтарымыздың арасына сары майды жағып тұрамыз піскен соң. Осымен біздің құймақтарымыз дайын. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.